Пысықтау үшін, өткен сабақты пысықтау үшін сіздерге допты лақтырып отырамын. Яғни эстафета ыстық картоп ретінде ойнайық, ыстық картопты кімге берсем, сол үй тапсырманы оқып келеді, ары қарай эстафетаны жалғастыра береді. Ал Айда қазіргі заман және балаларға жасалған мүмкіндіктер. Қазіргі заманның балалары бүкіл жағдай жасалған. Неге десеңіз, мына дүрбелең заманда техниканың дамыған заманда неше түрлі гаджеттер, неше түрлі смартфондар қолданыста. Бұл техникаларда тиімді қолданса, нұр үстіне нұр болады. Дегенмен менің ойымша осы кітап оқу ұмыт қалып бара жатқан сияқты. Қазіргі заманда балалар не ішем, не кием деп ойламайды. Құдайға шүкір, басымыздан сонау 1930 жылдары ашаршылықта, 1947 жылы Ұлы Отан соғысында, 1986 жылы желтоқсан оқиғаларынан бастан кештік. Мен сол заманды тоғырау заман деп айтар едім. Ол кезде бір өткен аңды да тауынмен беретін еді. Ал қазір жастарға да не деген салалардың есігі ашық, тек қана білімді азамат болу керек. Өте жақсы балалар, өткен сабақ Айдаға мен ескертпе жасағанмын. Қандай ескертпе жасадым, өте аз жазып жүрсің, жаңағындай біз енді жоғары сыныпқа енгендіктен шамалы қалай жаз дедім, толық жаз дедім, толық қылып, көптеу қылып жазған өзіңе жасымызға сай қылып, сыныбымызға сай қылып жазу керекпіз, жақсы, өте жақсы, ары қарап. Айда, эстафетаны жалғастырамыз. Қазіргі заман және балаларға жасалған мүмкіндіктер. Менің ойымша балаларға жасалған мүмкіндіктер көп. Мысалы, интернетпен қалаған затын тауып алып үйренуге болады. Мысалы, ағылшын тілін үйренгісі келсе, интернет болса жеткілікті. Тек құлшыныс болғаны. Тіпті қосымша тарту программасында білімге қатысты ойындар да өте көп. Мысалы, батыл, ағылшын тілін үйрену тағы басқалар. Осы заттардың барлығы қолжетімді. Бұрында олай болмаған. Сол үшін де балаларға жасалған мүмкіндіктер көп. Менің ойымша балаларға жасалған мүмкіндіктер көп. Мысалы, интернетпен қалаған затын тауып алып үйренуге болады. Мысалы, ағылшын тілін үйренгісі келсе, интернет болса жеткілікті. Тек құлшыныс болғаны. Тіпті қосымша тарту программасында білімге қатысты ойындар да өте көп. Мысалы, батыл, ағылшын тілін үйрену тағы басқалар. Осы заттардың барлығы қолжетімді. Бұрында олай болмаған. Сол үшін де балаларға жасалған мүмкіндіктер көп. Жақсы. Қыздар қыздарға да емес, ұлдарға да беріп отырайық, сондай ұсыныс түсіп жатыр. Ұлдарға да берейін деген. Жақсы. Қазіргі заман балаларына бүкіл жағдай жасалған. Неге десеңіздер, мына дүрбелең заманда техниканың дамуға заманында неше түрлі гаджеттер, неше түрлі смартфондар қолданысы. Бұл техникаларды тиімді қолдансаң, нұр үстіне нұр болады. Дегенмен менің ойымша осы кезде кітап оқу ұмытып қалып бара жатқан сияқты. Қазіргі заманда балалар не ішем, не кием деп ойламайды. Құдайға шүкір болса, басымыздан сонан 1933 жылдар ашаршылықты да 1942 жылы Ұлы Отан соғысында 1986 жылы желтоқсан оқиғаларын бастан кештік. Мен сол заманды тоқырау заман Жақсы. Бірақ өзіңнің жазуына түсінбейтін болсам, үйде жазып болғаннан кейін қайта оқу керексің, Жақсы ғой, Ары қарап кімге жалдайсың? Бұл тез-тез бұл ойланатын уақыт жоқ. Тез-тез. Қазіргі заманның балаларына бүкіл жағдай жасалған. Неге десеңіз, мына дүрбелең заманда техниканың дамыған заманда неше түрлі гаджеттер, неше түрлі смартфондар қолданыста. Бұл техникаларды тиімді қолданса, нұр
студенттер болды. Дегенмен менің ойымша осы кезде кітап оқу ұмытылып жатқан сияқты. Ұлы Отан соғысында 1986 жылы желтоқсан оқиғаларын бастан кешті. Мен сол заманды тоқырау заманы деп айтар едім. Ол кезде бір лейтенанты да қалумен беретін еді. Ал қазір жастарға да не деген салалардың есігі ашық. Тек қана білімді азамат болсам болды және ұмытылыс керек. Өткен заманмен салыстыруға тура келмейді. Жақсы, тез. Картошкамыз ыстық, картоп ыстық, сондықтан тез қимылдап, тез оқу керекпіз. Қазіргі заманда балалардың бүкіл жағдайы жасалған. Неге десеңіздер, мына дүрбеленген заманда техника дамыған. Заманда неше түрлі гаджеттер, неше түрлі смартфондар қолданыста бұл техникаларды тиімді қолдана нұр үстінен нұр болады. Дегенмен менің ойымша осы кезде кітап оқу ұмыт қалып бара жатқан сияқты. Қазіргі заманда балалар не ішем, не кием деп ойламайды. Құдайға шүкір, басымыздан ашаршылықта 1942 жылы Ұлы Отан соғысында 1986 жылы желтоқсан оқиғаларын бастан кештік. Тез қимылдаймыз. Ағарап. Қазіргі заман және балаларға жасалған мүмкіндіктер. Қазіргі заманда кітапханаға бармай-ақ ғаламтордан қалаған әдеби кітаптарды жүктеп алып оқуға болады. Және де ғаламтордан көптеген курсқа қатысып, өзіңе пайдалы ақпараттар алуға болады. Балаларға арнап ертегі кітабында қолма алып оқимын десең, сайттардан тапсырыс беріп оқи аласың. Тіпті сабақта түсінбеген пән болса, ғаламтордан қосымша ақпараттар алуға болады. Видео сабақтарды көріп түсінбеген жерінде түсініп алуға болады. Ғаламторды жақсы жағынан пайдаланайық. Жақсы, тез. Қазіргі заманда балалардың бүкіл жағдай жасалған. Неге десеңіз, мына дүрбелең заманда техниканың дамыған заманда неше түрлі гаджеттер, неше түрлі смартфондар қолданыста. Бұл техникаларда тиімді қолданса нұр үстінде нұр болады. Дегенмен менің ойымша осы кезде кітап оқу ұмыт қалып бара жатқан сияқты. Қазіргі заманда балалар не ішем, не кием деп ойламайды. Құдайға шүкір, басымыздан сонда 1933 жылдағы ашаршылық, 1941 жылы Ұлы Отан соғысын, 1986 жылы желтоқсан оқиғасында ұмыттық. Мен сол заманы тыңғылау заманы деп айтар едім. Ол кезде бір бөлген аңға құстар болды. Ол қазір жасалған не деген салалардың есігі ашық. Бұл заманның балалары да мүмкіндіктер оласан жол деп айтар едім. Жай білімді адамзат болсаң болды. Жақсы. Қазіргі заманның балдары уақыттарын босқа телефонмен өткізеді. Олар уақыттың телефонға өткізгенмен кітап оқу керек. Ол қызық емес пе? Енді телефондарда да кітап бар. Соны оқысан да болады. Және де неше түрлі тілдер үйрену керек. Себебі кейін үлкейгенде де өздеріне де керек болады. Оларды телефон арқылы да үйренсем болады. Онда интернет болса болды. Жақсы. Ары қарап. Тездетіп жейік. Бір оқушы оқсын, одан кейін жаңа сабағымызды бастаймыз, балалар? Қазіргі заманның балаларына барлық жағдай жасалған. Өйткені қазір техника дамыған заман. Техникаға қолданыста болатын заттар, гаджеттер, смартфондар, компьютерлер. Қазір әлеуметтік желіде барлық мәлімет ақпараттар жазылған. Дегенмен, менің ойымша қазір кітап оқу ұмытылып бара жатқан сияқты. Сол себепті балалардың мүмкіндіктері өте зор. Жақсы. Енді балалар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы, рахмет, доктор отырсал. Бүгінгі өтетін сабағымыздың жаңа тақырыбы уақыт алтыннан да қымбат. Жаз жейік, дәптерді ашамыз, балалар. Уақытынан қымбат. Енді бізде балалар оқуын тұр, елбасының әңгімесі тұр, балалық шағы тұр, оқып жүрейік. Арсеннен бастайықшы кәне. Оқи ғой. Оқи маған о бастан жеңіл тиді. Арсен, отыр, аңғайлап
Сөзіңді етіп дегенде айта кетейін. Мен бірінші сыныпқа барғанда біздің жеке өз үйімізде жоқ еді. Әке шешем көшіп қонумен жүретін. Жазда тауға кетіп, күзге қарай етекке түсіп, қыс тауға бірақ оралатын. Сондықтан да 4-ші сыныпқа дейін әкемнің інісінің үйінде жатып оқуыма тура келді. Әдетте мен мектепке баруға әтештің шақыруына қарай оятатын. Сағат дегеніңіз атымен болмайтын. Ұйқылы көзбен қалың қарды омбылып, 6-7 шақырым жол жүріп мектепке жететінмін. Жеткен кезде кейде сағат әлі 5 не 6 болып шығатын. Мұндайда күзет шығып қайырымға түссе... Аға, ұстана жалғастырып жүр. Ұйықтап алуға да болады. Үйде берген тапсырманы орындайтын уақыт деп қорадағы малдың астын тазалау, су атуды бақшаның арам шөбін орау жұмыстары тіпті таусылмайды. Есесіне алтындай жылдар уақытты бағалай білуді үйрендім. Сабаққа дайындалуға да өзім қатты ұнатып, алған кітапты оқуға да уақыт табатын болдым. Әрине, кітап оқуына ешқандай да белгілі бір жүйе жоқ еді. Мектеп кітапханасына қолға түскендердің бәрін алып оқып беретін. Жақсы. Жалпы кім туралы екен мәтін енді? Нұрсұлтан Назарбаев, елбасымыз. Мәтін елбасы туралы екен, бұл елбасының балалық шағы туралы, яғни уақыттың тиімділігін, уақыттың қадірін білемін дейді балалық шақтан бастап, Жақсы. Енді бізде балалар астында тыңдалым бар. Сол тыңдалымды қазір тыңдап жіберейік, пауза. Енді жақсы музыкалары бар, нақыл сөздер, керемет группалары бар, барлығын оқып, сізге керекті мағлұматты бұқадан алсаңыз болады әрине. Сәлем, Мағлұм, музыка группаны естейсің, одан қайда инстаграмда сурет саласың, видео, халқын делейтін дете аласың. Сен одан да сөйтіп атайық. Оны қайтесіңдер, менен жаңалықтар бар, жаңа блогерлер бар, сондай қызықты жаңалықтар бар, талқылайық. Иә, қазір көп уақытымызды ғаламторға жұмсаймыз. Мамандардың айтуынша, әлеуметтік желі күннен-күнге артып келеді. Желі қолданушылар уақыттарын болмашы күнге зая кетіп, оны тиімді пайдалана алмай келеді. Олай болса, тайм-менеджментті қалай меңгеру керек? Ең алдымен уақыт үнемдеу үшін күнді жоспар жасаңыз. Және оны міндетті түрде қағаз бетіне түсіріңіз. Өйткені жазылмаған міндет орындалмауы мүмкін. Атқарылуы тиісті қиын шаруаны бірнеше бөлікте көріңіз. Сонда оны орындап, анау айтқандай салмақ салмайды. 5 ән қағидасы. Егер таңертең жұмысқа кешігіп бармас үшін жатар алдында позитивті 5 әнді іріктеп, плей парақшаңызға жүктеп қойыңыз. Сосын таңертең әрбір ән сайын қызметіңізді ауыстырып отырасыз. Мысалы, бірінші әнде жуынсаңыз, екінші әнде таңғы ас ішіңіз. Міндеттерді автоматтандыру. Егер сіздің банкте немесе коммуналдық қызметін төлеуге уақытыңыз жетпесе, онда электронды жүйе арқылы картамен төлеуге дағдыланыңыз. Кезекте тұрмай-ақ пернетақтарын бірнеше рет тіркеп, қалаған төлеміңізді жүргізе бересіз. Бұдан соң компьютер алдындағы уақытты қысқарту қажет. Қалай? Егер сіздің жұмысыңыз ғаламтор сайттармен байланысты болмаса, ақпаратты электронды жәшікке түзетіп отырып та, аудио кітапты тыңдап отырып та аласыз. Ал қалған уақытты оны әрі қарай сырып қойыңыз. Ұйқыға жату уақытын да қадағалаңыз. Күніне кем дегенде 7-8 сағат ұйықтағаныңыз жөн. Егер ұйқыңыз қанбаса, қанша жерден салауатты өмір салтын ұстанып жүрсеңіз де денсаулыққа ол да кері әсерін тигізері анық. Біздің нұсқадағы уақытты тиімді үнемдеу жолдары осындай. Біздің айтқанымыз ақыл емес, кеңес. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Жақсы балалар, бейнероликті түсіндік қой, Жалпы не түйдік енді, қан? Не түйдік бейнероликтен? Тақырыбы не туралы екен? Уақытты үнемдеу, тиімді үнемдеу. Тиімді үнемдеу үшін не істеу керек екен? Тиімді үнемдеу үшін телефонға көп қарамай, тек керек жерлерін ғана телефоннан Орынды пайдалану керек, Антар? Ал ұйықтарға жататын кезде ыңғайланып 6-7 сағат ұйықтау керек. Жақсы, тағы да кім қандай ойын айтады, Таня? Және де уақытты бос кетірмей, өзіне арнап ыңғайлап телефонына 5 өлең тартып алу керек. 5 ән тартып алса болады дейді. Мәселен, бірінші әннен естейміз дейді, жуынып жатса, екінші ән болған кезінде таңғы жаттығуын жасайды. Үшінші әнде таңғы асты ішіп жатады дейді, Арсен? Сол әпендерім. Жақсы, тағы да кім не айтады, қандай ой айтады? Пікір таласып көрейікші, пікір айтып көрейік. Және де бос уақытты тиімді пайдалану үшін осы
мына бір қағазға қандай неде бос уақытта не істейтінін жазып қойып содан кейін оны орындайды. Жақсы. Естай, сен не айтасың? Аруна, қайта ғой. Өз мақсаттарыңды, алға қойған армандарыңның барлығын өзінің жеке күнделігіне жазып дұрыс. Жақсы. Тағы да кім айтады жаңа? Сосын мысалға өзінің керек жеріне банкоматқа баратын болса, оны кезек күтпей-ақ үйінде отырып телефон арқылы кнопкаларын басып не Қосымшасы арқылы, иә? Кез келген банктың қосымшасы арқылы өзіне керек нәрсесін төлейтінін төлеп